Балалар, білесіңдер ма? Бүгін бізге қонаққа Ілияс өзінің апасымен келе жатыр екен. Балалар, қалай қалдарың? Ертең айтып берейін деп келе жатыр. Келіңіз, әже. Ертең айтып берейін сендерге. Әже, қандай ертегі айтып берсін бізге? Балалар, біз қандай ертегі білеміз? Айтып беріңіз, қандай ертегі білеміз? Бауырсақты айтып берейін, кәдімгі тыңлаңдар. Атамен әже болыпты. Bir күні атасы айтады, апасын айтады. Маған бауырсақ пісіріп берші, мен қарным ашып отыр дейді. Сен дейді, қақтың түбін қақшы, мүмкін сода ұн бар шығар, тыңлаңдар аға. Ұн болса, бауырсақ пісірейді дейді. Жарайды дейді. Сонымен әже барады да, қақтың түбін бүйтіп қақсып, екі уыс жаңағы ұн шығады екен. Түсіндің бе? Оны алып, едіп, жаңағы атаға әдемі қаймақ қосып, дәмді қылып, тұз салып, тәтті қылып, бауырсақ пісіреді. Бір бауырсақ шығады екен. Дөңгелек әдемі, тәтті. Сендер бауырсақ жеп жүрсіңдер ме, балалар? Бауырсақ жеп жүрсіңдер ме? Бауырсақ. Сондай бауырсақ пісіреді екен. Ол тәтті болады екен. Ішіне тәтті қосады екен. Сонымен енді пісіп болғаннан кейін кішкене суысын сөйтіп терезенің алдына қойып қояды екен. Ішім пісіп кетті, міне кетем дейді да, терезеден домалап жолдың бойымен кете береді. Орманның ішіне кетіп қалады. Орманда жүрсе, алдынан қоян шығады. Қоян шығады дейді. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Сөйтсе, бауырсақ айтады, сен мені жемеші, мен дейді, өлең айтып берейін, сен соны тыңлашы дейді. Өлең айтады, өлең тыңлап отырған уақытта бауырсақ қайтады, домалап кетіп қалып басқа жаққа. Қоян қалып келе жатса, мен бауырсақпын, мен тәттімін, мен неден қаймақ қосылған деп өлең айтып келе жатса, алдына аю шығады екен. Сонымен аю бауырсақты жегісі келіп қарны ашып тұрсайды. Аю дейді. Аю айтады, бауырсақ дейді. Не десе, мен сені жеймін дейді. Сөйтсе, мен жемеші, мен тағы да орманды аралағым келеді. Сен жеп қойғаннан кейін мен аралай алмай қалам ғой. Мен одан көрсеңдер де, мен саған өлең айтып беремін дейді. Онда сені мен тыңдаймын. Айт сонда дейді. Сонымен жаңағы өлең айтады, бауырсақ ше. Тыңлап бүйтіп сүйіп отырғанда, бауырсақ қайтадан думалап тәтті бауырсақ. Орманның ары қарай кетіп қалады. Тағы келеді. Содан бір қасқырға кездесті. Жақындап қалады, ол қашып кетейін десе, қасқырдан құтыламайды. Сонда тоқтайды сөйтеді. Қасқыр айтады, бауырсақ, сен тәтті екенсің ғой. Мен сені жегім келіп отыр. Жеп қояйыншы дейді. Жоқ дейді бауырсақ. Тәтті бауырсақ айтады. Мені жемеңдерші. Жемеші қасқыр. Мен тағы да ары қарай баратын жерлерім көп. Одан гөрі мен саған өлең айтып берейінші, сен тыңдашы дейді. Сөйтеді жаңағы бауырсақ бар ғой, тәтті бауырсақ, қаймақ қосылған. Сол бауырсақты жейін деп отырған кезде жаңағы бауырсақ өлең айтады қасқырға. Сөйтеді қасқыр кетеді, тыңлап отырады да қасқыр ұстап қалып, бауырсақ думалап кетіп қалады. Сөйтеді тағы бір жерге келатса, алдынан түлкі шыққан. Түлкі қу көрді. Бауырсақ, сен қайда кетіп барасың дейді. Сөйтсе айтады, мен орманға кетіп баратырмын дейді. Сөйтсе түлкі айтады, сені мен жегім келіп отыр, бауырсақты, мен қарным ашып тұр дейді. Сен мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін дейді. Сөйтсе түлкі қуа келіп. Онда сен менің мұрнымның үстіне шығып, жаңа бауырсақ айтады, сен менің мұрнымның үстінде тұршы, мен сол уақытта мен жақсы тыңдаймын дейді. Сөйтсем жаңағы байқамай қалады, тәтті бауырсақ жаңағы түлкінің мұрнының үстіне ләззетті отыр. Мұрнының үстіне бүйтіп иісін иіскеп жатайын, сен айтайын, өлеңді айта берші дейді. Сөйтіп мұрнының үстіне қойған кезде бауырсақ деп түлкі жейді.